Тұрыш ауылы 700 шақты тұрғыны бар. Облыстан 550 шақырым, ауданнан 80 шақырым шалғайда жатқан Бейнеу ауданына қарасты елді мекен. Ауылда әкімшілік, медициналық пункт, мектеп бөбекжай кешені, кітапхана, мәдениет үйі, ауа райын бақылау станциясы бар. Ауылдың ерекшелігінің бірден бірегейі киелі самғымы мен 4 түлік малы. Сонымен қатар Тұрыш мектебінде облыс бойынша ең алғашқы алтын белгі иегері түлеп шыққан. Ауылымыздың жас ақыны Ағораз Қайсардың Тұрыш ауылы өлеңі. Самғымының кенже бұзық баласы, бойында көп, тыртығы мен жарасы. Осы ауылдан көркем өлке таппайсың, бұл ауылға мендік көзбен қарашы. Тең келмейді бар әлемнің қаласы. Болмаса да ертіс іле таласы. Орманы да, тауда жоқ бұл жердің, алтыннан да қымбат маған бағасы. Бойымдағы аурудың дауасы. Осы ауылдың мөлдір таза ауасы. Дәл осы ауыл алыптардың інісі, інілердің арқа сүйер ағасы. Ол қызы бар, асып туған санасы. Қарттарымды қазынаға балашы. Ауылымның берекесін бұзуға ешбір жанның жете қоймас шамасы. Бұл ауылдың топырағын баспайды, өзгелердің толпарының тағасы. Ойында жоқ өкініші таласы, бойында көп тыртығы мен жарасы. Осы Тұрыш самғымының баласы, дәл өзіңдей бозықтардың анасы. Артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төгіп аспаным, араласамдай жер-жерді, атозға